Егер де сіздің тізеңіз ауыратын болса, тізе жай ғана ауырып қана қоймай, тізеңіз қытырлайтын болса, онда санның алдыңғы бұлшық еттерінде триггер пайда болып, ұзындығының қысқарғанда. Себебі бұл бұлшық ет тіземіздің жоғарғы бөлігіне келіп бекиді. Қысқарған кезде тіземізді жоғары тартып тұрады. Оны емдеу үшін андай доп сатып аласыздар, немесе андай массажный рол аласыздар. Әрине доппен де жасауға болады, бірақ доппен ондай ыңғайсыздау болады. Ал массажный рол өте ыңғайлы. Алдымен жай жасап бұлшық еттерімізді қыздырып аламыз. Бұлшық еттерді қыздырып алғаннан кейін, шамамен 2-3-4 минуттан кейін кішкене күш саламыз. Яғни қай жерде ауру сезімі көбірек болады, сол жерге ұзағырақ тоқталамыз. 10 минут, 15 минут, 20 минутқа дейін, тіпті жарты сағатқа дейін жасауға болады. Осыдан кейін сіздер тізенің ауруынан толықтай құтыласыздар.